Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, күтірлеген, өте жұқа болып келетін мороженый, яғни балмұздақтың сыртын қаптайтын нағыз вафлидің рецептін ұсынамын сіздерге. Ең алдымен біздерге сары май немесе маргарин, ұн, қант, жұмыртқа және ванилин қажет. Бұл керекті заттардың құрамы. Ең бірінші маргаринімізді, яғни сары майымызды ертіп аламыз. Одан кейін біртіндеп қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз венчикпен. Қантымыз әбден араласқаннан кейін біртіндеп жұмыртқамызды қоса бастаймыз. Енді кезекте ванилин мен ұнды мына жұмыртқа мен май және қант қосылған қоспамызға қосып венчикпен жақсылап араластырамыз. Вафельницамызға май жағып дайындап аламыз. Әбден қызғаннан кейін қамырымызды құямыз. Назарларыңызға рахмет. Вафлиміз өте дәмді шықты, балаларға өте қатты ұнады және тез таусылып қалады. Мен бұл описаниеда көрсетілген ингредиенттердің мөлшерін бұл видеода мен 3 еселедім. Сондықтан менде көп шықты.